паркадан шыққанбыз, пробкаға тұрып қалдық. Мына жерде уже жарты сағаттай тұрмыз. Мостты жөндеп жатыр, сол себептен күнде осылай. Өзен Висла. Өзен Висла мына жерде өтеді. Өзен Висла деген өзен. Жаңа ғана шықтық кептелістен. Барлық кептелісті түсірген жоқпыз. Бірақ та міне қазіргі таңда Краковта осындай кептелістер болып жатыр. Бүгін Бүгін 28 тамыз 2023 жыл. Біз бір отельді букинг арқылы бронировать еткенбіз. Соған бара жатырмыз. Через 600 метров выполните разворот. Негізі 3-ке деп бронировать еттік. Бірақ та сағат 3-тен кетіп барады, себебі кептелісте тұрып қалдық. Ескі үйлер, көне. Біткен. Жамаулы жолдар. Себебі мен Краков ескі қала болғаннан кейін жолдарында істемей ма? Бүгін күн жаңбыр болатын сияқты. Біз бір жұмадай болғанда күннің көзі шығып тұрды. Қазір енді міне жаңбырлы күндер басталатын сияқты. Себебі Польшада көбінесе жаңбырлы күндер. Күннің көзін жақсы көретін адамдарға әрине Польша жарамайды. Арман қарай барыңыздар. Франция, Италия, Испанияға. Сол жақтарда күннің көзі бар, витамин D. Мына жақта аздау.